Бірлестік 2024 халықаралық оқу жаттығу шеңберіндегі армиялық тактикалық атыс сайысынан жалпы командалық бірінші орын алған үшін Қырғызстан Республикасы марапатталды. Қазақстанда өтіп жатқан Бірлестік 2024 еларалық командалық штабтық оқу машығусына Қырғызстаннан қатысып жатқан Скорпион атайын бағыттағы бригадасының командасы армиялық тактикалық атышу мелдешінде жалпы командалық есепменен бірінші орынды бағындырды. Ескерте кетсек, Бірлестік 2024 машығусының алқағында ұйыштырылған бұл мелдешке Азербайжан, Қазақстан, Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан мемлекеттерінің аскер қызметкерлері қатысуда. Қырғыз елінің әскерилерін шын жүректен бас жүлде бірінші орнымен құттықтаймыз. Поздравляем всех победителей спортивного ориентирования «Бағдар».